Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Біз осындай салфетканы бүгін қалай крахмалдау әдісін сіздерге үйрететін боламын. Мынау менің тоқыған салфеткам, бұның өзінің сантиметрі, яғни өлшемі. Бұның өлшемі менде 32 сантиметр. 32 сантиметр өлшемі. Ал мынау менің крахмалдаған салфеткам. Бұның өлшемі 35-5, яғни 36 сантиметрдей болады. Осындай қылып крахмалдау әдісін сіздерге көрсететін боламын. Осындай әдемі салфетканы крахмалдайтын боламыз. Ал енді салфетканы крахмалдау үшін, ол үшін мынандай крахмал кукурузный қажет болады бізге. Осындай салқын су, сосын ыстық су қажет болады. Яғни 1 стакан, мөлшерін төменде описанияға жазып кетемін. Ал крахмалдан 1 қасық, шай қасықпен 1 қасық крахмал салатын боламыз. Оны бірінші мұздай суға саламыз. Мұздай суына салып араластыратын боламыз. Осылай бәрін бір қалыпты болғанша осылай қасықпен араластырамыз. Крахмалды салқын суға араластыратын боламыз. Осындай болып шығады, түрі ақшылдау болып. Осылай араластырып алып аламыз. Осындай ақшыл түс болады. Ал одан кейін осындай тостақанымызды аламыз да, осының ішіне осы крахмалданған суды құямыз. Осылай төмен араластырып жіберіп құйып жібереміз. Одан кейін үстіне қайнап тұрған ыстық суды құятын боламыз. Қасықты алып араластыра отыра құятын боламыз. Осылай құйып араластырып аламыз да, осыны газге қойып, астын жай шығарып қоямыз да, осылай қасықпен араластыра отырып ыстатын боламыз. Осылай әлсін қасықпен араластырып қоямыз. Міне суымыз енді қайнады, осындай болып беті кілегейленіп тұрады. Қасықпен осыны тағы да араластырамыз да, газымызды осылай астын сөндіріп суытып қоямыз енді. Ал енді міне суымыз, енді осылай салфетканы бүктейміз да, осы суға батыратын боламыз. Әбден барлық жерін батырып, суға батырып қоямыз. Барлық жер сулы болу керек. Осылай әрқайсының араларын ашып, осылай бүктеп батырып ішіне салып қоямыз. Яғни біздің салфеткамыз 5-10 минуттай тұру керек. Осы міне тұрып болды 5-10 минут. Осындай бізге ине қажет болады, яғни пенопластқа салфетканы бекіту үшін. Осылай салфеткамызды сығып аламыз. Міне салфеткамызды сығып бәрін алдық та, осы пенопласттың үстіне жаятын боламыз. Әрқайсының осындай бас жағында осындай түйме сияқтылары бар. Соны алып, әр түймесіне осылай инемізді жабыстыра отырып, бір қалыпқа келтіріп қоямыз. Салфетканың өзінің қалпына барлығын осы ұзыннан керіп осындай қылып істеп қоямыз. Салфеткамызды жаямыз пенопластқа. Осылай біз кептіретін боламыз салфеткамызды. Әр түйменің орнына осылай инелерді қадау арқылы салфеткамызды осылай кептіреміз. Салфеткамыз дайын болды. Өстіп крахмалдап аламыз. Менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беремін, комментарийға жазсаңыздар. Сау болыңыздар.